Мен мынандай нәски тоқыдым. Осыны көрсетпекпін. Мына бұл нәскиді қонысын әдейіге міне ұзындау етіп тоқыдым. Тобықты жауып тұру үшін, жылы болу үшін. Мына өкшесі, мына жағына енді мен бұны бітіріп жатырмын. Ұшын шығарып жатырмын. Бұл жіпте, бұл нәскиді тоқыған кезімде мен мынандай міне мынау ангора жіпті алдым. Бұл өте жіңішке жіп. Сол себепті ол жіпті мен екі қабаттап тоқып жатамын. Осы екі қабаттап тоқығаным осы нәскиге жеткілікті болады. Себебі мына жіп өте жылы жіп. Жылы жіп болады. Жылы болған екен бұйым өте жылы болады. Бірақ мен арасына жібім аз еді. Жіп аз болғандықтан екі нәскиге жету үшін және әдемі болу үшін арасына мынау жіптен қостым. Бұл жібіміз осындай домалақ күйінде сатылады. Бұл жартылай жүн жіп. Жартысы синтетика, жартысы жүн жіп. Сондықтан мынау жібім аз болғандықтан арасына қосып жібердім. Мынандай қылып жолақтар салдым. Жолақтар салып осылай тоқыдым. Енді мынау осы нәскидің бас жағын қалай жабамыз? Осыны көрсетпекшімін. Менде 4-5 бізбен тоқылған нәски еді. Қазір мен бұны екіге бөліп осылай етіп алдым. Және 1-2 қатар мына жерде мен уже бастап келе жатырмын жабуды. Мынау шеткі жіпті, екі жіпті бірге тоқып қысқартамыз. Қалай қысқарту керектігін. Мына екі шеткі жіпті мен бірге тоқып аламын. Сөйтіп бұлай қысқартамыз. Осылай етіп қысқартамын. Басқа жіптердің барлығы оң тоқылады. Осылай оң тоқылады. Оңды мен бұлай мына жағынан алып жатырмын. Мен өткен жолында сіздерге үлгіде көрсеткенде мына жақтан алуды көрсеткенем оңды. Мынау алдыңғы жағын аламыз. Бірақ мынау тоқыма жұмыс жібі сұқсап тұрады, спис. Мына біздің арғы жағында тұрады. Бірақ мен мына тесікті мына жағынан емес, жіптің тесігін мына жағынан алып жатырмын. Бұлай алып жатырмын. Оның себебі бар. Мен мынау нәскиді тоқығанда круговой тоқып кетіп бара жатырмын. Мынаны екеуін біріктіреді екен ғой. Екеуін біріктірдім соңғы екі жіпті. Сол кезде осылай тоқыған дұрыс болады. Мынау оң жіптеріміз тіке түседі сол кезде. Ал егер мен мына жағынан, алдыңғы жағынан кіргізіп алсам, онда мына оң тоқылған жіптеріміз бұлай қисаяды. Мен бұлай шеңбермен тоқып келе жатырмын ғой, круговой. Сол себепті ол кезде оң жіптің басқаша шаламыз. Мынау өткен жол қысқартылған, сол себеп бұл жол оны қысқартпаймын, кәдімгідей өзін тоқып кете беремін. Тоқыған кезде мына жерді тартыңқырап тоқимыз. Арада тесік пайда болмау үшін. Мына қайтадан анықтап көрсетемін. Мынау оң жібеді. Біз мына жағынан емес, мына жағынан алдық. Міне. Осылай шалып аламыз. Осылай бұлай шалып аламыз. Міне.
мына 2 жіпті мен өткен жолында біріктірген екенмін. Енді бұл жолы біріктірмеймін. Келесі жолында біріктіремін. Келесі қатарда біріктіремін. Мына осылай тоқып алдық. Мынау астыңғы жағын өткен жолында біз біріктіргенбіз. Бұл жолы мен оны біріктірмеймін. Жай кәдімгідей тоқып кете беремін шеткі жіптерінде. Мына былай шалып алып жатырмыз бұны. Бұл жерде енді сәл қиын, жаңадан тоқылған адамдар үшін сәл қиын болатын жері өкше ғана. Ол өкше шығаруды екінші парын тоқыған кезінде осы носкидің көрсетемін, қалай тоқыған, қалай бастаған. Бұл мен бұрын видео түсірмей жүрген кезде бастап қойған бұйымым еді. Соның аяқталу жеріне келгенмін. Соны көрсетіп жатырмын, қалай аяқтап жатырған екенімізді. Жіпті дұрыстап аламын. Енді осы қатарға келген кезде мен өткен қатарда біріктірген жоқпын, шеткі жіптерді қысқартпадым. Мына 2 жіпті бірге тоқимыз. Осы мына бірінші, мына екінші жіпті екеуін бірге тоқимыз. Міне. Келесі жіптерді оң тоқи береміз кәдімгідей. Осылай тоқи береміз. Мынау жасылдың өте темный цветі болды. Сол себепті тоқыма анық көрінбеуі мүмкін. Енді міне соңғы 2 жіп қалды ғой. Осы 2 жіпті тағы да бірге ілестіріп тоқимын. Бірге оң етіп тоқимын. Міне бұлай қысқарып келе жатыр. Міне жібім. Біздің носкидің бас жағы жабылып келе жатыр. Міне 2 жағынан бірдей жабылып келе жатыр. Осылай қысқартып кете береміз. Ұшына барған кезде жіптер бірігіп қалмайды. Содан кейін ұшындағы кішкене жіп қалған кезде оны астына қарай тоқып жібере саламыз. Мынандай тоқыманың ішіне қарай тоқып жібереміз. Сонда түйінде көрінбейді, және носкиіміз әдемі болып шығады. Бұл өте жылы және аса қатты қалың болмайды. Бұндай носкиге менің өзімнің қыздарым ылғи заказ береді. Бұл да енді бір қызымның заказы. Осындай носкиді үйде киіп жүргенге өте жақсы. Қысты күндері қатты суық болған кезде, тұмауратып ауырып жүрген кезде де осындай носкилерді аяғына киіп алып отырады олар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.